Бірінші сұрақ, мен өз бизнесімді бастауға қорқатын сияқтымын. Қалай бастауға болады, неден бастау керек деген сұрақ келді маған. Бұл сұраққа мен мынандай қысқаша ғана жауап бере аламын. Жалпы мен сұрақтардың барлығына қысқа жауап беремін, өйткені жауаптың толық нұсқасын келесі бағдарламада көре жатасыздар. Мен осы YouTube каналымда. Сондықтан өз бизнесімді бастауға қорқатын сияқтымын дейді. Қалай бастауға болады деген сұраққа мынандай жауап: амал жасаңыз, тіршілік жасаңыз, амал жасасаңыз, онда күмәніңіз азаяды, күмәніңіз кетеді. Күмән және қорқыныш амалдан қашады. Егер сіз тек қана теоретикалық білімді алып, жаңа кітап оқып, мотивациялық тренерлерге барып жүрсеңіз, ешқандай амал жасамай, онда қорқыныш тек қана өсе береді, күмән өсе береді. Сондықтан білімді былай қоя тұрып, бір амал жасап, бірдеңе істей бастаңыз. Сонда ғана қорқыныш кете бастайды. Екінші сұрақ: өзіңіз инвестициялаған жобаларыңызды қалай қадағалайсыз, операциялық процестерде араласасыз ба дейді. Біздің тәртібіміз былай: Asset Partners инвестициялық қор болсын, Asset Venture инвестициялық қор болсын, біз қадағалайтын үдерісіміз мынандай: біз әрбір 3 ай сайын, бір квартал сайын жиналыс өткіземіз. Сол жиналыста өткен кварталдың нәтижесін, бюджетін қарастырамыз. Болған жақсы нәрселерін, жаман нәрселерін, соның бәрін талқылаймыз да, келесі 3 айға жоспар жасаймыз да, бюджетін, жоспарын бәрін, керек істейтін шаралардың бәрін тізімін жазып, оны бекітеміз директорлар алқасында. Сөйтіп ай сайын тексеріп отырамыз. Сосын жыл өткеннен кейін жылдың нәтижесін қарастырамыз, және келесі жылға бюджет қарастырып, бюджетті бекітеміз. Сондықтан біздің қадағалайтын үдерісіміз 3 ай сайын жүріп отырады. Күнделікті менеджментке біз араласпаймыз. Осы 3 ай жаңа тыңдаулардың арасындағы өтетін 3 айдың ішінде бизнесті түгел менеджмент қадағалайды. Үшінші сұрақ: өз тәжірибеңіз бойынша тәуекелдерді қалай басқардыңыз, қандай факторларға көп көңіл бөлдіңіз? Тәуекелдерді басқарғанда біз тәуекел басқарудың ең бірінші себебі ол тәуекелден қашу. Ең бірінші басқару амалы тәуекелден қашу. Сондықтан біз инвестиция жасар алдында ол жобаны көп зерттейміз, аудит жасаймыз, due diligence жасаймыз. Сол құрылтайшысымен кездесеміз, сөйлесеміз, жалпы өзіміздің көзімізбен көріп, соның бизнесті жан-жақты сараптаймыз. Ол жаңа тәуекелден қашу амалының бірінші құралы. Екінші, тәуекел, жаңа айтып кеткендей, бірінші тәуекелден қашу, екінші ол тәуекелдің жағымсыз нәтижесін азайту. Егер мысалы бір жобаға бір инвестиция құратын болсақ, біз әу бастан ол инвестиция жоғалса не істейміз, ол жобамыз банкрот болса не істейміз деген сұраққа жауап тапқаннан кейін ғана барып инвестиция жасаймыз. Сондықтан тәуекел басқарудың 3 амалы бар жалпы. Бірінші тәуекелден қашу, екінші тәуекелді сақтандыру, бірақ сақтандыру ешбір компания оны қазір сақтандырмайды. Үшінші ол тәуекелдің жағымсыз нәтижесін азайту. Сол тараптан біз жоспарға инвестиция жасамай тұрып, осы сұрақтардың барлығына жауап табамыз. Төртінші сұрақ: бизнес жайлы қандай кітаптарды оқуға ұсынасыз? Мен ұсынған кітаптар сіздерге жарамайды. Өйткені бизнесмен әр деңгейде өсе келе әр түрлі кітап оқиды. Сіздердің оқитын кітаптарың мысалы қазір бастапқы кітаптар шығар. Ол мысалы маркетинг жөнінде, тауарды қалай өндіру, қалай сату, тауар бағасын қалай анықтау, серіктестермен қалай жұмыс істеу, жаңа команданы қалай құру, сол бастапқы шақтың кітаптары керек сіздерге. Мен оқитын кітаптардың көбісі ол философиялық кітаптар. Ол мысалы мынау латин ежелгі гректердің философтарының кітаптары, Насим Талибтің кітаптары, мысалы ол тәуекелді басқару кітаптары, ойын теориясы туралы кітаптар, сондай күрделі философиялық кітаптар. Сондықтан бұл мен оқитын кітаптар сіздерге онша болмайды ғой деп ойлаймын. Бірақ нақты келіп айтатын болсақ, қазір жақын арада оқып шыққан кітабымның бірі ол Рэй Далионың принциптер деген кітабы, сосын Кармалоджик деген Ситниковтың кітабы, және де Насим Талибтің жақын арада шыққан өз терісімен
тәуекелдеу деген кітап, рискуй собственной шкурой деген кітап. 5-ші сұрақ. Жаңадан бизнес бастаған кәсіпкерлерге клиенттерді табу үшін қаржы шектеулі болған жағдайда қандай рекламаларды қолдану керек, немесе қандай бағыттарды ұсынасыз? Енді жаңадан бизнесті бастағанда, біріншіден, егер сіздер өздеріңіздің бизнесіңізді жақсы көрсеңіз, істеп жатқан өніміңізді жақсы көрсеңіз, жалпы бизнес жақсы, сол істеп жатқан бизнес өздеріңізге ұнаса, онда сізге өніміңіз де ұнайды. Жарнамалау, кең халыққа жарнамалаудан бастамау керек. Менің ойымша, ол бірінші достардан бастау керек, таныстардан бастау керек, достардың достарынан бастау керек. Сондықтан оған көп бюджет шығармай, кішігірім ғана кішкентай бюджетпен де жарнама жасауға болады. Ең бірінші бастапқы кезде ол бұқаралық ақпарат құралдарында да емес, әлеуметтік желілерде де емес, ол достар арқылы жарнаманы таратқан дұрыс деп есептеймін. Өйткені ол сіздерге ештеңеге тұрмайды, ешқандай қаражат сізден сұрамайды, және сұраныстың мөлшерін сіз өзіңіз қадағалап отырасыз. Өйткені кең жарнама беріп қойсаңыз, сұраныс жоғары болады, сіз өнімді шығара алмай қаласыз да, сол сұранысты қанағаттандырмағандықтан сіздің клиенттеріңіз сізден кетіп қалады, қайтып келмейді. Сондықтан сол жағынан байқаңыз. 6-шы сұрақ. Қазақстанда 1990-2000 жылдар арасы, мен 2000 жылдан қазіргі жылдар арасында жеке бизнес бастаудың артықшылықтары мен кемшіліктері жайлы салыстырмалы түрде сипат бере аласыз ба? Иә, сипат бере аламын. Өйткені 90 жылы басталған 10 жылдықта бизнес ол уақытта ешкім бизнесті қалай басқаруын, қалай істеуін білмеген, қоғамды білмеген, үкіметті білмеген, бизнесмендердің өздерді білмеген. Сондықтан біз өзіміз интуициялық бизнес жасадық. Ол уақытта тәуекел өте көп болды. Ол жерде ол уақытта ақша табу бұлай физикалық түрде емес, жұмыс істеу арқылы емес, ол тәуекел алу арқылы табылды. Әрбір бизнесмен, сол кездің бизнесмені өз мойнына үлкен жауапкершілік алды, үлкен тәуекел алды. Соның арқасында көп бизнесмен атылып кетті. Ол уақытта өзіңіз білесіздер, қылмыскерлер көп болды, бандиттер көп болды. Не шыдамай кетті, арақ ішіп кетті, әбден банкрот болып, барлық қаржысын жоғалтқан адамдар да болды. Сондықтан ол жылдар физикалық жұмыс жөнінде қиын болған жоқ, бірақ жауапкершілік жөнінде тәуекел жағынан өте қиын жылдар болды. Ал 2000 жылдан бері қарай бизнестің тәуекелі азайды да, бірақ техникалық білімге сондай көп талап етті. Техникалық білімді, терең білімді көп талап етті бизнес. Өйткені бәсеке өсті да, бәсекелестік өскен сайын, мына әрбір бизнесмен өзінің бизнесін жақсы көру керек болды, өзінің бизнесі туралы көп білімді болу керек болды. Сондықтан кейінгі бизнестер ол классикалық бизнеске жақынырақ. Оның кемшіліктерді, жақсылықтарды өздеріңіз осы сөзден де байқаған шығарсыздар. 7-ші сұрақ, ауыл шаруашылығы бизнесі туралы айтыңызшы. Қазақстанда бұл саланы қалай дамытқан дұрыс? Енді ауыл шаруашылығының бизнесі өте күрделі, өте оңай емес бизнес. Егер ауыл шаруашылығына қаражат салып бизнес жасасаңыз, онда сіздің сабырыңыз өте мықты болу керек. Бұл салада ақша қайтарымы тез болмайды. 5 жылдан астам, 5-10 жылдан астам қаражаттың қайтарымы сондай болады. Сондықтан бұл жерде өте көп сабыр керек, және өте көп білім және тиянақтылық керек. Ауыл шаруашылығы бизнес бастар алдында менің ақылым бірінші сауда бизнеспен айналысып, тауарды алып сатуды үйреніңіз. Ауыл шаруашылығына кірер алдында. Өйткені ауыл шаруашылық бизнесі оңай бизнес емес. Мал өсірудің өзі ол сыртынан қарағанда оңай бизнес болып көрінеді, бірақ ішіне кіріп инвестиция салсаңыз, өзіңіз байқайсыз, оның ішінде мыңдаған сиқырлар бар. Сондықтан ауыл шаруашылығының бизнесіне барам деген адамдарға сондай нәрселерді есептеп қарастырған жөн. 8-ші, команданы бір мақсатқа қалай жұмылдыруға болады? Жалпы бизнес басқарғанда немесе бастағанда
сіз міндетті түрде командаға өзіңіздің идеяңызды жеткізуіңіз керек. Өйткені сіздің командаңыз сіздердің идеяларыңызға сенбесе, онда ол команда өзінің жұмысын дұрыс атқара алмайды. Менің өзімнің сондай тәсілім, мен бірінші бұйрық берер алдында бірінші адамға барлық идеямды түсіндіріп, идеяға сендіріп барып, сосын барып жұмысты бастаймын. Сондықтан егер сіздің командаңыз сіздің идеяңызға сенбесе, онда ондай команда жақсы команда болмайды. Егер командаңыз сіздің идеяңызға сеніп, артыңыздан еретін болса, онда сіз нақты лидер боласыз да, команданы тек қана бұйрықпен алға шақырмайсыз, жетелемейсіз, сіз өзіңіздің өнегеңізбен алға жетектейсіз де, барлығыңыз сонда сол бір идея үшін жұмыс істейсіз. Сондықтан бірінші идея команданы дұрыстап бір жұдырықта бір қолда ұстау үшін олар бір идеяға сену керек. Сонда ғана ол команда. 9-шы сұрақ. Ақшасы жоқ, банктерге бірнеше кредиті бар адам қандай да бір бизнес жасай ала ма? Аша ала ма? Төбекте жүрген адам төбектен қалай шығуға болады дейді. Осыған не айтасыз? Енді егер адамның мойнында қарыз болса, істеп жатқан бизнесі болмаса, онда ол адам өзінің қаражатын басқара алмайды деген сөз. Сондықтан ондай адам бизнесті бастамаған жөн. Өйткені бизнесті бастаса, ол бірінші көптеген қиындыққа әкеліп соғады. Бірінші ол банкілер оған кредит бермейді. Кредит берген күннің өзінде ол өз ақшасын, қаражатын басқара алмағаннан кейін, ол барады сол ақшаны жоғалтып, одан сайын қарыздың мөлшерін көбейтеді. Сондықтан егер адам өзінің жеке басының қаражатын басқара алмаса, егер қаражатты түсінбесе, онда ондай адам бизнеске бармай тұра, бірінші курстарын алып оқуын оқып алу керек, немесе басқа бір тұрақты компанияға барып жұмысқа орналасып, сол жерде сондай нелерді үйрену керек. 10-шы сұрақ. Адам капиталын дамыту жолдарын атап өтсеңіз. Енді адам капиталын дамыту жолдары ол айдай анық барлығына, барлық үкімет басшыларына да, қоғам қайраткерлеріне де. Ол біріншіден денсаулық, екіншіден ол білім беру саласы, үшінші ол рухани дүние, ол мәдениет саласы, мәдениет спорт саласы. Осы үш сала осыны дамытқан жөн. Қалған үкіметтің істеп жатқан міндеті ол қорғау, қауіпсіздік сақтау, ол адами капитал дамытуына жатпайды. Осы адами капитал дамыту үшін осы үш саланы дамыту керек. Ол жекеменшік бизнес болсын, үкімет тарапынан болсын, бірақ негізі бұл үкіметтің жұмысы, үкімет пен қоғамның жұмысы. Ол денсаулық, ол білім беру, ол мәдениет және спорт.